яғни пайғамбарлардың тәубелерін қабыл етіп, әулиелерді дұшпандарынан қорғаған. Бір кісі Ереже байын ораза ұстап өткізсе, Алла тағаланың 3 жақсылығына ие болады деген. Ереже байы, дәнді егу айы, Шағбан айы, егінді суару айы, ал Рамазан айы, егінді ору, қырман айы. Егілген егіннің жеміс бергені секілді, әрбір жақсы істің нәтижесі де болады. Сондықтан бұл айларда қолымыздан келгенше Құран оқып, дұға жасап, кешірім тілеп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтып, ораза ұстап, нәпіл намаз оқып, мүмкіндікті өткізіп алмауға тырысқанымыз абзал. Алла тағала отбасыларыңызға береке, елімізге татулық, амандық берсін, мемлекетімізге тыныштық, әрбір жанның жүрегіне иман нұрын сепсін.